50 жыл, жарты ғасыр. Уақыттың өз заңы бар. Ол ешкімді күтпейді. Терезеден түскен сәуле сияқты байқатпай орнын ауыстыра береді. Бір күні артыңа қарайсың. Жүріп өткен жолдың бәрі бір сәтте көз алдыңа келеді. Мына екі адамның арасында дәл сол жол бар. Жарты ғасыр бойы бірге басқан жол. Бұл біздің ата-анамыздың тарихы. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүрек жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Уақыттан бәрі жеңілер, жол да жоқ артқа шегінер. Осы күн, осы сәт бізге бір-ақ рет қана берілер. Ақсуат деп кім өзіңді атады? Есіміңде бір ұлылық жатады. Ақ дегенім, жомарттығым пейілім, суат деген тұнық судың отаны. Осы Ақсуаттың Көктүбек ауылында 1951 жылы 14 ақпанда бір қыз бала өмірге келді. Ол біздің анамыз Баян. Анамыздың әкесі Бейсенбек Садыханұлы Ұлы Отан соғысының ардагері. Майданнан аман оралған соң қолына қалам алып, ауыл мектебінде қанша шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз болды. Анасы Биға Жақып қызы 11 баланы дүниеге әкеліп, өсіріп ер жеткізген батыр ана еді. Анамыздың тегінің өзінің тарихы терең. Биға апамыздың анасы біздің үлкен әжеміз Секер әже. Оның екі ұлы Әлімғазы мен Сіләмғазы 1941 жылы майданына хабарсыз кетті. Секер апа анамызды өз баласындай бауырына басты. Ұлдарын күтіп, есікке қарап келіп қалар деген ана жүрегіндегі үміт соңғы деміне дейін басылмады. Ағаларына деген сағынышын жүрегінде сақтап, олардың есімін ұмыттырмау үшін немерелерінің тегін солармен байланыстырды. Анамыздың тегі Әлімғазина, тәтеміздің тегі Сіләмғазина болып жазылды. Бұл екі есім бүгінде отбасымызда жиі айтылып, ұрпақтардың мәңгі есінде. 1952 жылы 5 ақпанда бір сәби дүниеге келді. Ол біздің әкеміз Кәдірбек. Атамыз Бияхмет Мәлікұлы қолынан құрығы түспеген жылқышы еңбек адамы болды. Әзиза апа әкеміздің анасы. Үй ішінің ұйытқысы, балаларының панасы осы кісі еді. Әкеміз 5 қыздың арасындағы жалғыз ұл болды. Апамыз әкеміз бірінші курста жүргенде бақилық болды. Не бары 47 жаста еді. Әкеміз сол күннен бастап барлық ауыртпашылықты өз мойнына алды. Анамыз да, әкеміз де ауылдың мақтанышы, сыныптың үздігі еді. Анамыз 8 жылдық мектепті бітіріп, Семей қаласындағы нөмір 1 мектеп интернатына оқуға аттанды. Интернаттың қатаң тәртібінен өтіп, әкесінің жолын қуып, Семей педагогикалық институтына түсті. Студенттік өмірде де белсенді, сабақта алғыр болды. Сол кездегі талайға арман болған Лениндік стипендияны иеленді. Формулалардың арасынан өз жолын тапты. Химик болды. 1970 жылы әкемізде сол қалаға бет алды. Крупская атындағы институттың көркем графика факультетіне түсті. Қабілетті шәкірт болды. Қоғамдық жұмыстардың бәріне араласып, институттың домбыра оркестрінде ойнады. Қабырға газеттерін шығарды. Факультетін бітіріп, суретші болды. Екеуі бір көше, бір қала ауасын жұтып жүрді. Бірақ жол әлі қиылыспаған еді. Тағдыры асыққан жоқ. Ол екеуін институт табалдырығында емес, әлде қайда кейін кішкентай бір мектептің табалдырығында күтіп тұрды.
Оқуды үздік бітіріп, ары қарай қалада қалуын өтінген ұстаздарына қарамай, бірі қара шаңырақта қалған әкесінің қасына, екіншісі соғыста ұлдарынан айырылған қарт әженің сағынышын басуға асығады. Институттан кейін екеуінің жолы бір жерге қайта тоғысты. Ол Мұхтар Әуезов атындағы Көкжыра ауылдық мектеп еді. Екеуі де сол мектепке ұстаз болып жұмысқа тұрады. Бір ауыл, бір мектеп, бір дәліз. Ол күн қалай басталғанын, кімге алдымен қарағанын енді ешкімді айта алмайды. Тек бір нәрсе анық. Сол күннен кейін екеуінің де өмірі басқа арнаға түсті. 1976 жылдың тамызы. Ауыл болып жасалған той. Домбыра үні, атана батасы, жас жүректің дүрсілі. Сол қызықты күндердің куәгерлері, күйеу жолдас болған Ақыл аға, қыз жолдас болған Бақыт апай, содан бергі 50 жылдан достығын үзбеді. Қанша қуаныш, қанша қайғыны бірге бөлісті. Бүгінде жарты ғасырдың куәгері болып, қазір ортамызда отыр. Ал сол тойдың төрінде біздің ата-анамыз болды. Сол күні қосылған қол енді 50 жыл бойы ажырамады. Алғашқы 4 қабырға, алғашқы дастархан. 4 бала осы үйде дүниеге келді. Меруерт 1977 жылы, Шыңғыз 1979 жылы, ал мен Архат 1981 жылы, Арайлым 1983 жылы. Үй кішкентай болды, ал жауапкершілік үлкен еді. Зағип атамыз Беахмет көзі көрмесе де, немерелерін бағып, қиса өлеңдерін жаттатып отыратын. Архат деп ат қойыпты Оралғайша, түріңді көре алмадым амал қанша, деп отыратын еді жарықтық. Жас отбасы болса да, ат тірейтін үлкен шаңырақ болды. Анамыз бен әкеміздің бауыр қарындастары да бірге тұрды. Бір-біріне сүйеу болды. Қонақта үзілген емес. Есік үнемі ашық, дастархан үнемі жаюлы тұрды. Күндіз ата-ана екеуі де мектепте. Әкеміз сабақтан тыста тынбады. Ансамбльде ойнады, домбыра, балалайка ұстады. Мектептің әр шарасында бірге болды. Ал үйдің басты ауыртпашылығы анамыздың мойнында еді. Атамыздың жағдайы 4 кішкентай бала, үнемі толы үй, қонақ, бәрі бір қолда. Басында жеңіл болған жоқ, бірақ екеуі бір-біріне сенді, бір-бірін сүйді. Сол сенім мен сүйіспеншілік бәрін көтерді. Төртеуі де жоғары білім алды. Қазір әр салада қызмет етіп, еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда. Меруерт пен Батыр Семейде. Екеуі де ұстаз. Қалғандарымыз Астанада. Шыңғыс бас есепші, Құралай медбике. Мен Архат және жұбайым Қуаныш IT саласында. Ал Арайлым оқушылар сарайында еңбек етеді. Балалардан 10 немере өсіп жетілді. Ал немерелерден 4 шөбере сүйіп отыр. Отбасы ағашы 4 буынды құрапты. Отауларына 25 жыл толғанда ата-анамыз есте қаларлық керемет той, күміс той жасады. Сол көлік, сол бетін ашқан ағамыз 25 жыл бұрынғы тойдың қонақтары, досы мен құрбысы да сол баяғы қалпында. 2007 жылы
балаларының қасында болуды ойлаған ата-анамыз Астанаға көшті. Жаңа қала, бейтаныс адамдар, жаңа өмір. Таза ауаға, кең ауылға үйренген кісілерге басында қиын болған рас. Денсаулықтары да сыр беріп, ауыр сынақтан өтті. Бірақ бұл жолда да екеуі бір-біріне қол үзбеді. Бірге жеңіп шықты. Бірін-бірі қолдап, демеп, алдыға қойған асқақ армандары бар еді. Немерені үйлендіреміз, шөбере сүйеміз деп қол ұстасып жүре берді. 2018 жылы 5 уақыт намазын тастамайтын анамызға қасиетті Мекке сапарына умраға бару бұйырды. Қасиетті Қағбаға барып, ұрпақтарының амандығын тілеп, дұға жасап қайтты. 60-70 жастарындағы атап өтіп, зейнеткерлікке де шықты. Бірақ демалыс бос уақыт емес, қасында балалары, немерелері. Бүгін 2026 жыл. 50 жыл артта қалды. Үйде шай буы, екеуінің баяу әңгімесі. Саябақтағы қатар басқан қадамдары, ұрсысады да, татуласады да. Бәрі баяғыдай. Бірақ қанша ренжсе де бір-бірінен ұзап кете алмайды. Өткен қиындықтардың бәрі енді есте қалған әңгіме ғана. Ал бүгін тыныштық. Осы тыныштықтың өзі ең үлкен байлық. Міне, олардың өмір жолы, жүріп өткен жолы. Бұл біздің ата-анамыз. Олар бізге өмір сыйлады. Ал сүйіспеншілікті сөзбен емес, таңғы шайнектің буымен, кешкі үнсіз қол ұстасумен үйретті. Кеш жатып, ерте тұрған еңбектері ешкімнен бүгін бізді кемдетпеді. Биікке жеттік сол бір тәрбиеңізбен, үйдегі білім менен мектептегі. Байлық жинап бермесе де қолымызға, жол сілтеп оңымызбен солымызға, көрсеткен еңбекқорлық пен шыдамдылық сабақ болды өмірлік жолымызда. Уақыт шіркін жүйрік қой жарыстырып, жылдар өтер жылдарды алмастырып, сіздер салған кешегі өмір жолын ұрпақтарың жүр жалғастырып.